Сәлем қыздар, бүгін Рамазан пиден нанын дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып пісіп шығады. Дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Алдын ала ыдысымызға тұзымызды, жылы суымызды, сүтімізді құйып жақсылап араластырып, үстінен жұмыртқаның ағын салып, және бір қасық қант салып, жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп, үстінен ашытқымызды салып, қамырын илеп дайындап аламыз. Қамырымызды 1-1,5 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша бірнеше бөліктерге бөлесіз. Барлығын бөліп, домалақ пішінге келтіргеннен соң, тағы да бір 5-10 минутқа қойып қоямыз. Осылай қамырымызды тапамызға салып, сұйық маймен осылай бетіне осындай жолақтар сызып шығатын боламыз. Қолымыздың көмегімен жұмыртқаның сарысына кішкене сүтті құйып, барлық жеріне жағып шығамыз. Үстінен күнжітті барлығын сеуіп, қызып тұрған духовкамызге 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.